Ассалаумағалейкум халайық. Жылдар бойы ізденіс нәтижесінде үлкен бір шындыққа қол жетіп отыр ағайын. Бұл тарихи тың жаңалықты барша қазақ халқы естісін деген ниетпен бейнежазба сілтемесімен жан-жаққа бөлісе отырып бейнежазбаға лүпіл басып, пікірге жоқ дегенде тамаша деп шошайған саусақ таңбасын қалдырып кетіңдер. Оның мыңдаған болғанынан серпініс алып, жігерге толы күймен, тарихымыздың жаңа құпия белестерінен асуға, маған демеу етесіңдер халайық. Совет үкіметінің құрамындағы халықтарды тарихи санасынан айырып бәрін мәңгүрт етуді көздеген мүйізі, қарағайдай тарихшылар сонау қалқа Монголияның қиыр шығысына апарып тастаған Шыңғысханның 20-шы атасы Бөрте Чино яғни Көкбөрі қият пен Нұхус тайпасын бастап алып шыққан Ергенекөн шындығында қазақтың алтайында болып шықты. Оны соңғы 10 жылда Қазақстан тарихшылары қатты іздеді, нобайын тауып, тұспалдап ол жерді тапты. Алайда жар салып қазақ халқына айтпады. Оның дәлелі 2015 жылы Түрік академиясының өкілдері экспедиция жасап Алтайды аралап шыққан болатын. 1860 жылы Лондонда Джеймс Блэквуд баспаханасынан басылып шыққан бүркеншік фамилиясы Грэхэм аты Кэтрин Лора Джонстон ханымның жебешілермен дала немесе Скифия империясы, Ресей мен Тартарияның ең көне заманнан бастап Еуропада моғол билігінің құлауына дейінгі тарихы атты ғылыми еңбегінің 193 және 196 беттер аралығында Шыңғыс қағанның тайпасының шығу тегі туралы жазылған. Кэтрин Лора Джонстон Ғайса пайғамбар туғаннан 860 жыл бұрын шамасында ерте Қытай жылнама деректерінде Махо және Тата деп аталатын екі тайпа туралы шағын мәліметтер кездеседі. Ол тайпалардың сол кезде өмір сүрген жерлеріне қарасақ, бұл тайпалар кейінгі моңғолдар мен татарларға сәйкес келетінін байқаймыз деп жазып, зерттеуін ары былай өрбітеді. Бұл тайпалар түркілермен ортақ тектен таралғаны айқын, және олар бұрын шығысты жаулап алған халықтар ғұндар, аварлар, хазарлар, қыпшақтар мен скифтер сияқты әртүрлі атаулармен белгілі болған ұлы ордалардың бірі болған. Осы видеоның авторы ретінде осы жерде қазақ халқына әлі беймәлім аварлар туралы айта кеткен жөн. Аварлар деген олар жужандар, қият және нұхус тайпаларына туыс бір бөлігі. Оларды шығыс Еуропаға баянатты қолбасшы бастап барып 562 жылдан 823 жылға дейін Венгрия, Австрия, Словакия, Бавария, Польша, Украина, Чехия, Румыния, Хорватия және Сербия елдерінің аумағын қамтыған жерде 3 ғасырымыз мас тұрған қағанат құрған. Содан Кэтрин Лора Джонстон, олардың халық аңыздарына сүйінсек, Шыңғыс қағанның дәуірінен 20 ұрпақ бұрын, Мұхаммед пайғамбардың заманынан кейін, олар Бөрте Чино яғни Көкбөрі атты көсемінің басқаруымен Алтай тауларындағы Ергенекөн деп аталатын қатаң күзетілген аңғардан шыққан. Ол жерде олар 450 жыл мекен еті деп жазады. Құрметті, бұл тарихи жаңалықты тыңдап отырған халайық, егер бір ұрпақтың жасы 20 жыл деп есептесек, онда Шыңғыс қағанның туған жылынан 400 жылды алып тастасақ, олар Ергенекөннен 764 жылдар шамасында Бөрте Чино бастап шыққан екен. Ал Ергенекөнге Нұхус бен Қиян екеуі осыдан яғни 764 жылдан 450 жылды алып тастасақ, 364 жылдар кезінде барып бас сауғалап аман қалған екен. 1465 жылы Шарафаддин әл-Язди жазған, ешбір ел тіліне аударылмаған, тек 2021 жылы Оразбай Зәріпбай ана тілімізге аударған Зафер наменің бірінші томында Қияның әкесі Елханың патшалығын Түркістан мен Мавренахр патшасы Тұр және татарлардың патшасы Сайунж екеу бірігіп жойып жібереді. Сол кезде тек Қиян және нағашысының ұлы Нұхус тірі қалып, екеуі жан-жағы тау, суы мол, орманды жерде бас сауғалап аман қалады. Ал ол жер Ергенекөн деп аталды деп жазады. Олар көк түркілерге Ашина ұрпақтары Бумын қаған мен Мұхан қаған әскеріне әйгілі күнге шағылса, көк пен көк болып жарқырайтын темір сауыттарды соққан. Енді осы арада кезгелеген ізденпаз адам, бірден олар Алтайда темір кенін қорытып сауыт соқса, сөзсіз темір кен орындары шоғырланған жерлерді іздейді. Сондықтан менде дереу темір кен орындары туралы Қазақ Алтайына геологиялық барлау жұмыстары жүргізу нәтижесінде жасалған геологтар картасына жүгіндім. Ергенекөннің қазіргі Қатон-Қарағай ауданындағы Сарымсақты Тарбағатай тау сілемінің солтүстігі мен оңтүстігіндегі Күршім тау сілемінің аңғарлары екенін білдім. Темір кендері осы тау бөктерінде кәдімгі жер бетінде тас секілді кездесетін геологтар жазыпты. Олар көк түркілерге темір қорытып сауыт соққандарын Кэтрин Лора Джонстон жазып отыр. Кітаптың 194 бетінде 13 ғасырда француз королінің бұйрығымен миссиямен хан ордасына барған
Варфоломей Кремонскийдің жол серігі болған, Руирукис, олардың тұратын үйлері дөңгелекке орнатылған, ағаштар көздерден жасалған және төбесінде түтін шығатын тесігі бар. Бұл ағаш қаңқа әдетте ақ киізбен жабылады. Кіреберісінің алдына гүлдер, ағаштар, құстар және қиял ғажайып жануарлар бейнеленген өрнектермен безендірілген киіз ілінеді. Бұл үйлердің ұзындығы кейде 30 футқа дейін жетеді, яғни 9 метр болады. Ол дөңгелекті үйлердің кейбіреуін 22 өгіз сүйреп жүреді деп жазыпты. Кітаптың 195 бетінде, мұғулдар Европа әскерімен қоян қолтық шайқасқан кезде олар, тез тұтанғыш қасиеті бар ерекше бір ұнтақты соғыстың қызған сәтінде жауға лақтыратын, нәтижесінде көкке түтін мен жалын бүріккен жарылыс пайда болатын. Мұндай көріністі бұрын-соңды көрмеген еуропалықтар оны үреймен қарсы алып, түсінбей, тылсым күшке балап мұғулдарды жын-періге, тозақтық мифтік рухтармен одақтас деп балады, себебі ол заманда бұл ұнтақ, оқ-дәрі, әлі Еуропаға беймәлім еді. Надандық пен ырымшылдық үстемді құрған кезеңде, мұндай құбылыстарды жұртшылық табиғи нәрсе деп емес, қайта шайтанның араласуы немесе сиқырдың нәтижесі деп қабылдаған. Кітаптың 196 бетінде, бастапқы кезде олар мұсылмандармен де, христиандармен де бірдей соғысты және бір жаратушыға сенетін. Алайда уақыт өте келе, олардың ұрпақтары өздері жаулап алған елдердің дініне мойын ұсынып, сол халықтардың арасында қоныстанып тарап кетті. Бұл ордалар, өзгеде түркі татар тайпалармен бірлесіп Азияны бағындырған дәуірлеріндей, әлі де көп санды, тек қазір олар жан-жаққа шашырап, бөлініп кеткен. Олардың бір бөлігі батыс Тұран даласында, енді бір бөлігі Қытайлар шөп елі деп атайтын Тибеттің биікте кең жазирасында мекендейді. Кейбір тайпалар Ресейдің билігін мойындаса, енді біреулері Қытай империясына бағынады. Бұл бүгін ғана емес, сонау көне замандарда Аттила, Шыңғысхан мен Әмір Темірдің туының астына бірігіп, жаулау жорықтарына шыққан кезден-ақ басталған үрдіс болатын. Кэтрин Лора Джонстонның кітабы ағылшын тілінде 2006 жылы қане кеңінен таратылды, оған дейін жеке коллекцияда болған секілді. 2018 жылы оны ресейлік ағылшын тіл маманы аудармашы Татьяна Михайловна Шуликова 300 данамен ресей тіліне «Скифские империи. История кочевых государств Великой степи» деген атаумен аударған. Кітапты ғаламтор желісінен ресей тілінде оқуға болады. Құрметті тыңдарман, кітаптың оригинал беттері бейнежазбадағы қазақша титралар жақсы көріну үшін бейнежазбаның соңына қойылып отыр. Бейнежазбаны соңына дейін көрген адам, барша қазақ халқы тарихи тың дерекке қанық болу үшін бейнеролик сілтемесімен бөлісе отыр. Алдағы уақытта осы кітаптан төбе шашын тік тұратын көне Европа скиф атаған замандағы тарихтан сенсациялық фактілермен бөлісемін. Онда парфяндардың, гиксакстардың скиф екендері тура жазылған, сонымен қоса аспалы бағы әлемге әйгілі озбыр Вавилон империясын құлатқан біздің ежелгі бабаларымыз екенін білетін боласың. Мына көріп отырған карталарда Шығыс Қазақстан Алтайында темір және өзгеде пайдалы қазба кен орындары көрсетілген. Ресей Алтайында темір кен орындары кездеспейді екен. Оны өздеріңіз ғаламтордан іздеп тауып оқуға болады. Темір кендері жер бетінде жатқан тас секілді кездесетін өңір Күршім тауының оңтүстігі Марқакөлдің батыс жағы екен. Ал Сарымсақты Тарбағатай тау сілемінің солтүстігінде кездеседі екен. Демек Шыңғыс қағанның ата бабалары 8 ғасыр мекендеген туған жері шындығында біздің Алтай екен.